Сәлем, құрметті жан. Перизат Султан YouTube каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сіздерге ұсынғалы отырған кітабым доктор Джо Диспензаның «Сенім күші, өзіңе өзің плацебо» деп аталады. Бұл жазба кітаптың алғашқы видеосы. Жалғасын видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Ояну, кіріспе. Мен ешқашан мұндай іспен айналсамын деп жоспарламаған едім. Қазір лектор, автор, әрі зерттеуші ретінде жасап жүрген жұмысым мені өз тапты десем де болады. Кейде ояну үшін адамға қатты сілкіндіретін бір шақыру қажет. Мен ондай шақыруды 1986 жылы алдым. Көктемнің бір шуақты сәуір күнінде оңтүстік Калифорниядағы Палм Спрингс қаласында өткен триатлон жарысында мені жол талғамайтын көлік қағып кетті. Сол сәт бүкіл өмірімді түбегейлі өзгертті де, мені мүлде жаңа сапарға аттандырды. Ол кезде мен небәрі 23 жаста едім. Жақында ғана Калифорния штатының Ла-Хойя қалашығында мануалды терапиямен айналыса бастағанмын. Соңғы айлардың бәрінде сол триатлонға қатысу үшін үздіксіз жаттықтым. Оқиға жүзу кезеңін аяқтап, вело жарысқа шыққан сәтте болды. Біз көлік жолымен қиылыстың қауіпті бұрылысқа жақындап келе жатқанбыз. Жол қиылысында тұрған полиция қызметкері арқасын келе жатқан машиналарға беріп тұрып, маған оңға бұрылып, бағытыммен жүре беруімді ишаралады. Мен бар күшіммен педальды айналдырып, жарысқа толық беріліп кеткендіктен көзімді ойдан алмадым. Сол қиылыста екі велосипедшіні басып озғаным сол еді. Арт жағымнан сағатына 55 миль жылдамдықпен келе жатқан қызыл түсті, толық жетекті Форд Бронсо менің велосипедіммен соқтығысты. Есімде қалған келесі сәт, әуеде ұшып бара жатып, арқаммен жерге қатты құлағаным. Көліктің жылдамдығы өте жоғары болды, ал рөлдегі егде әйелдің реакциясы баяу еді. Соның салдарынан машина тоқтамай үстіме қарай жүріп келіп, бампермен тағы соқты. Мен сол мезетте бамперден жармасып ұстап алдым. Әйтпесе көліктің темір түбі мен асфальттың арасына түсіп кетуі мүмкін еді. Біршама уақыт жол бойы мен сүйрелдім. Ақыры жүргізуші не болғанын аңғарып, тежегішті басқанда, мені шамамен 20 ярд алға қарай лақтырып жіберді. Қасымнан зулап өтіп жатқан велосипедтердің дыбысы, екі жақтан айналып өткен жарысушылардың үрейлі айқайы мен боқтауы әлі күнге дейін құлағымда. Олар да не істерін білмей, тоқтап көмектесерін, не жарысты жалғастырарын шешуге қиналған еді. Ал мен сол жерде қозғалыссыз жатып, бар болған тағдырға мойынсынуға мәжбүр болдым. Кейін белгілі болғандай, омыртқамның 6 жері сынған екен. Кеуде омыртқасының 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші және бел омыртқасының 1-ші бөлігі, яғни жауырыннан бүйрекке дейінгі аралық. Омыртқа жеке-жеке блоктардан тұрады, ал мен жерге бар күшіммен соғылғанда, олар қысылып жаншылып кеткен. Зақымданған омыртқалардың ең жоғарғысы 8-ші кеуде омыртқасы 60%-нан астам бұзылған, ал жұлынды қорғайтын доға тәрізді сүйек сынған күйі сақина секілді ішке қарай жабылып қалған. Омыртқа қысылып сынғанда сүйек бөлшектері бір жаққа кетуі керек. Менің жағдайымда сол жарықшақтардың көбі жұлынға кіріп кеткен еді. Көрініс көңіл көншітпейтін. Келесі күні таңертең оянғанда өзімді қайтадан қорқынышты түстің ішінде жүргендей сезіндім. Әртүрлі ауырсынулар, ұю мен шаншу, аяқтағы сезімталдықтың жоғалуы және қимылды басқарудың қиындауы. Неврологиялық белгілердің бәрі бар еді. Ауруханада қан талдауы алынып, рентген, компьютерлік, магниттік резонанстық томография жасалды. Ортопед хирург нәтижелерді көрсетіп, ауыр хабарды ашық айтты. Жұлынға кіріп кеткен сүйек сынықтарын жинау үшін Харрингтон стерженін орнату операциясы қажет екен.
Ол үшін сынған жерден жоғары төмен 2-3 сегменттің артқы бөлігін кесіп алып, омыртқа бойымен екі жағынан ұзындығы 12 дюйм болатын тот баспайтын болат стержендерді бұрап бекітеді де қысқышпен қысады. Сосын сан сүйегімнен аздап сүйек тінін алып, сол стержендерге жағады. Бұл өте ауыр операция, бірақ соның арқасында қайта жүру мүмкіндігі бар. Дегенмен өмір бойы мүгедек болып қалуым, немесе созылмалы ауырсынумен өмір сүруім ықтимал еді. Әрине, бұндай болжам маған ұнаған жоқ. Ал егер операциядан бас тартсам, сал болып қалуым әбден мүмкін екен. Палм Спрингстегі ең үздік невролог та алғашқы хирургтың пікірін қолдап, мұндай диагнозы бар әрі операциядан бас тартқан науқасты ақш-та естімегенін айтты. Соққының күштілігі сонша, 8-ші омыртқа сына тәрізді болып қалыптасыпты. Енді ол дене салмағын көтере алмайды. Егер орнымнан тұрсам, омыртқам опырылып, сүйек сынықтары жұлынға одан әрі еніп, кеуде тұсынан төмен толық сал болуға келеді. Бұл тіпті одан да қорқынышты еді. Мені үйіме жақын Ла-Хойя қаласындағы ауруханаға ауыстырды. Онда тағы 2 дәрігердің пікірін естідім. Олардың бірі оңтүстік Калифорниядағы жетекші ортопед хирург. Таңғаларлық емес, екеуі де Харрингтон стерженімен операция жасау керек деген ортақ қорытындыға келді. Таңдауым аз еді. Не операцияға келісу, не мәңгі жүре алмайтын сал адам болу. Егер мен кәсіби медицина қызметкері болып, біреуге кеңес берсем, дәл осылай дер едім. Бұл ең қауіпсіз жол, бірақ мен бәрібір өз жолымды таңдадым. Бәлкім, ол жылдары мен тым өзіме сенімді, жас, әрі албырт болған шығармын. Мен дәрігерлердің үкімін де, мамандардың кеңесін де қабылдамадым. Өйткені мен үшін бір нәрсе айқын еді. Әрқайсымыздың ішімізде көзге көрінбейтін рух, сана бар, өмірдің қайнар көзі. Ол бізді әр сәт қолдап, қорғап, емдейді. 2 жасушадан бастап, шамамен 100 триллионға жуық маманданған жасушаны жарататын да сол. Жүректің күніне 100 мыңдаған рет соқтыратын да сол. Әр жасушада секундына 100 мың химиялық реакцияны жүргізе алатын да сол. Басқа ғажайып қызметтерін айтпағанда. Мен осылай ойладым. Егер бұл ішкі ақыл ой шын мәнінде бар болса, егер ол бізді саналы түрде сүйіспеншілікпен басқарып отырса, әрі осыншалықты мүмкіндігі болса, онда назарды сыртқы әлемнен ішке бұрып, соны тауып, онымен байланыс орнату керек шығар. Мен дененің өзін-өзі сауықтыру қабілеті бар екенін ақылмен білетінмін. Бірақ енді сол білімді жаңа деңгейге көтеріп, тәжірибеге айналдыруым қажет болды. Яғни сезіну арқылы емдеуге. Қозғала алмай тек төсекте жатқандықтан мен өзіме 2 шешім қабылдадым. Біріншіден, күн сайын бар саналы назарымды ішімдегі сол ақылға бағыттап, оған нақты жоспар, бейне, үлгі көрсетемін де, арнайы нұсқаулар беріп, шексіз қуаты бар жоғары санаға толықтай сеніп, сауығуымды соған тапсырамын. Екіншіден, санамнан бірде-бір зиянды ойдың сырғып өтуіне жол бермеймін. Оңай көрінеді, солай ма? Түбегейлі шешім. Дәрігерлер кеңесіне қарамастан, мен жедел жәрдем көлігімен ауруханадан шығып, алдағы 3 айды сауығу жолындағы күреспен өткізетін 2 жақын досымның үйіне бардым. Мақсат айқын еді. Мен күн сайын омыртқамды бір омыртқадан бастап қалпына келтіремін деп шештім. Ішкі ақылға өз ниетімді көрсету үшін. Бұл үшін менің әр сәтте толық осы жерде, дәл қазір болуыма тура келетінін түсіндім. Өткенге өкінішсіз, болашаққа үміт, не қорқынышсыз, сыртқы жағдайларға, ауырсыну мен белгілерге алаңдамай. Бұл басқа адаммен қарым-қатынасқа ұқсайды ғой. Оның бізбен бірге екенінде, жоқ екенінде сеземіз. Сол сияқты жоғары сана да менің шын мәнінде қатысып отырғанымда, немесе ойым басқа жақта екенін сезеді. Сондықтан менің еркім, оның еркімен, санам
оның санасымен үндесуі тиіс еді. Осылайша күнне 2 рет 2 сағаттан өз ішіме үңіліп, толықтай жазылған омыртқамның бейнесін елестете бастадым. Сол кезде бұрын қаншалықты бейсаналы, шашыраңқы өмір сүргенімді ұқтым. Парадокс. Сосын мынадай ой келді. Адам басына дағдарыс, не жарақат түскенде, ол көбіне не қаламайтынын ойлауға бар назарын жұмсап, не қалайтынын ұмытып кетеді. Ал мен де алғашқы апталарда дәл осы қателікті секунд сайын қайталадым. Бір күні медитацияның ортасында, яғни өзім қалаған өмірді толық сау омыртқаны елестетіп отқанымда, кенет санамда бірнеше апта бұрын хирургтер айтқан сөздер қайта жаңғырды. Сен енді ешқашан жүре алмайсың. Мен ішкі қалпына келу процесіне толық беріліп отыруым керек еді, бірақ ойым басқаға ауып кетті. Мүмкін клиникамды сатуға тура келер. Кейде қайтадан жүргенімді көз алдыма елестетемін. Кейде өмір бойы мүгедек арбада отыру қандай болар екен деп ойлаймын. Қашанда назарым шашырап, бөтен ойлар келгенде, бәрін қайтадан басынан бастауға мәжбүр болдым. Бұл жалықтыратын, төзгісіз еді. Шынымды айтсам, өмірімде сол кезеңдегідей ауыр уақыт болмаған. Бірақ мен мынаны түсіндім. Ішкі бақылаушыға менің қалауымның таза, айқын, әр үздіксіз бейнесі қажет. Сонда ғана жоғары сана оны орындай алады. Мен оған сендім, тіпті білдім. Маған тек соңына дейін осы сәтте қалу керек еді. 6 апта бойы өзіммен күрескен соң, ақыры визуализацияны тоқтамай, қайта бастамай жасай алатын деңгейге жеттім. Сол күн есімде. Бұл теннистегі дәл соққы секілді болды. Бір нәрсе орнына түсті. Мен өз орнымды таптым. Ішім толып, қанағат пен тұтастық сезіндім. Алғаш рет шын мәнінде тыныштықта болдым. Санам да, тәнім де осы жерде еді. Ішкі диалог, талдау, мазасыз ойлар жоғалды. Олардың орнына тыныштық пен тынығу басты. Өткен мен болашақ туралы алаңдауды қойдым. Осы түсінік жолымды бекемдеді. Күн сайынғы омыртқаны қалпына келтіру тәжірибесі жеңілдей түсті. Ең бастысы айтарлықтай өзгерістерді байқай бастадым. Сол кезде мен ақыл ой жаттығуларымды денемде болып жатқан процестермен байланыстыра бастадым. Бұл байланысты сезген сайын тәжірибеме одан сайын зейін қойып, оны қуанышпен қайталадым. Бұрынғыдай қиналып емес, шабытпен жасайтын болдым. Бір кезде 2-3 сағат алатын нәрсе енді әлдеқайда қысқа уақытта орындалатын болды. Уақытым да көбейді. Мен қайтадан мұхит үстіндегі күннің батуы қандай керемет екенін көруді, достарыммен мейрамханада түскі ас ішуді армандадым. Бұның бәрі орасан күш-жігерді талап ететінін түсіндім. Душқа түсіп, судың денемнен қалай ағатынын сезінуді, Сан-Диегодағы жағажайда серуендеп, бетіме жел соққанын елестеттім. Бұрын мән бермеген қарапайым сәттер енді аса қымбат еді. Сол көріністерді соншалықты айқын елестетуге тырыстым. Тіпті судың дымқылдығы мен желдің лебін сезгендей болдым. Ол кезде не істеп жатқанымды толық түсінбесем де, қазір білемін. Мен кванттық өрісте әрдайым бар мүмкіндіктерді ойша таңдап, оларды эмоциямен қабылдай бастаппын. Болашақтағы сол күйді сезіммен байланыстырғанымда, денем қазірдің өзінде сол болашақта тұрғандай сенді. Қалауымды бақылау қабілетім артқан сайын жасушаларымда қалпына келе бастады. Мен гендеріме белгі жібердім. Денем расымен де тезірек жазылды. Мен үйренген нәрсе кванттық физиканың негізгі қағидаларының бірі. Сана мен материя ажырамас. Біздің ойларымыз бен сезімдеріміз тағдырымыздың сызбасы. Адам мүмкін болар болашаққа назар аударғанда шексіз ықтималдылықтар өрісімен әрекеттеседі. Ал ол болашақ әлеуетті түрде әрқашан бар.
Осылайша әрқайсымыз нәсіліне, жынысына, мәдениетіне, біліміне, өткен қателіктеріне қарамастан жаратушыға ұқсас күш иесіміз. Мұны түсініп, өзімді алғаш рет шын мәнінде бақытты сезіндім. Мен сауығу жолындағы тағы бір қатар маңызды шешім қабылдадым. Арнайы диета, энергиямен емдейтін достардың келуі, мұқият жоспарланған реабилитация. Бірақ бәрінен маңыздысы ішкі санамен байланыс орнатып, ақыл арқылы денені емдеу еді. Апаттан кейін 9,5 апта өткен соң, мен ешбір гипссіз әрі операциясыз орнымнан тұрып, қалыпты өмірге қайта оралдым. Толықтай сауығып кеттім. 10-шы аптадан бастап қайтадан науқастар қабылдай бастадым. Ал 12-ші аптада жаттығулар мен ауыр салмақ көтеруді жалғастырдым. Ал қазір сол апаттан бері 30 жылға жуық уақыт өтсе де, сирек қана ауырсыну сезінемін. Зерттеу жолының басталуы. Бірақ менің жолым мұнымен аяқталған жоқ. Бұрынғы өміріме қайта орала алмауым таңғаларлық емес еді. Ол өмірде сол бұрынғы мен де жоқ болатын. Мен түбегейлі өзгердім. Маған өзгелер түсіне алмайтын шындық ашылды. Көптеген ескі достарыммен ортақ тіл таба алмадым. Бұрын маңызды болған нәрселер мәнін жоғалтты. Мен кіммін? Өмірдің мәні неде? Мен мұнда не үшін келдім? Менің миссиям қандай? Және Құдай деген не деген сұрақтарды қоя бастадым. Материалдық дүниеден алыстап, руханиятты зерттеуге кірістім. Кейін Сан-Диегодан тынық мұхиттың солтүстік батысына көшіп, Вашингтон штатындағы Олимпия қаласының маңында мануалды терапия клиникасын аштым. Уақыт өте келе мені өздігінен болатын сауығулар қатты қызықтырды. Яғни хирургиясыз, дәрі-дәрмексіз жазылып кеткен адамдар. Өз басымнан өткен кезде ішкі ақылмен келісім жасаған едім. Егер қайта жүрсем, өмірімді ақыл мен дененің байланысын, рухтың материядан үстемдігін зерттеуге арнаймын деп. Міне, соған 30 жылға жуық уақыт болды. Мен түрлі елдерді аралап, диагнозы қойылып, бірақ ем көмектеспеген адамдарды іздедім. Олар өз бетімен жазылып кеткен. Себебін түсіну үшін сұхбаттасып, барлығына ортақ бір нәрсені байқадым. Әрбір ғажайып сауығудың артында мықты ішкі психологиялық тірек тұрған. Ғылыми қызығушылығым арта түсті. Университетке қайта барып, нейробиологиядағы соңғы зерттеулерді оқи бастадым. Ми визуализациясы, нейропластика, эпигенетика, психонейроиммунология бәрін меңгердім. Осы білім арқылы тек денсаулық үшін емес, өмірін түбегейлі өзгерткісі келетін адамдарға көмектескім келді. Кейін мені тағы 13 ғалыммен бірге «Біз не білеміз» өзі атты деректі фильмге шақырды. Фильм бірден сенсацияға айналды. Ол адамдарды шындықтың табиғаты туралы ойлануға шақырып, алған білімін өмірде қолдануға үндеді. Осы толқынмен менің алғашқы кітабым Evolve Your Brain жарық көрді. Содан кейін маған ең жиі қойылатын сұрақ пайда болды. Сен мұны қалай жасайсың? Қалаған өміріңді қалай құрасың деген. Сөйтіп, команда жинап, ми жұмысы мен ойды қайта бағдарламалау жөнінде семинарлар өткізе бастадым. Кейін медитацияны да қостым. Адамдар одан әрі не деп сұрай берді. Деңгейлер көбейді, қатысушылар өзгеріп, өмірінен ләззат ала бастады. Уақыт өте келе, біз нақты өзгерістерді байқай бастадық. Хаттар, сауығулар, медициналық көрсеткіштердің жақсаруы. Бір семинарда балдақпен келген әйел соңында өз жүріп кетті. Тағы біреуі 10 жылдық дертінен айығып, белей бастады. Мұның бәрі менің көз алдымда болды. Осылайша, менің жолым ішкі оянудан басталған ұзақ зерттеу жолына айналды. Трансформация үшін берілген ақпарат. 2012 жылы Колорадо штатында өткен сол семинар менің кәсіби жолымдағы шешуші кезеңге айналды. Сол кезде мен бір нәрсені анық аңғардым. Адамдар алған білімдерін тек денсаулығын түзету үшін ғана қолданбайды екен. Олар
медитация барысында дәл сол сәттің өзінде гендеріне жаңа сигналдар жібере бастайды. Егер адам жылдар бойы, мысалы қызыл жегі, волчанка сияқты ауыр дертпен күресіп жүріп, небәрі 1 сағаттық медитацияның ішінде сауығып кетсе, демек оның психикасында да, денесінде де аса маңызды бір өзгеріс болуы мүмкін. Мен бұл өзгерістерді нақты объективті түрде өлшейтін жол тапқым келді. Сонда ғана шын мәнінде не болып жатқанын айқын түсінуге болар еді. Сөйтіп 2013 жылдың басында мен семинардың мүлде жаңа форматын ұсындым. Бұл біздің шеберлік сабақтарымызды жаңа деңгейге көтерді. Аризона штатында өткен 4 күндік мастер-классқа онда 200-ден астам адам қатысты. Мен нейробиологтардан, инженерлерден және кванттық физиктерден құралған арнайы топты күрделі ғылыми құрал жабдықтарымен бірге шақырдым. Мамандар семинар өтетін залдағы электромагниттік өрісті өлшеп, сабақ барысында энергия қалай өзгергенін бақылап отырды. Сонымен қатар, қатысушылардың денесін қоршаған энергетикалық өрісті және олардың энергетикалық орталықтарын чакралар деп аталатын зерттеді. Мақсат адамның осы орталықтарға ықпал ете алатынын анықтау еді. Бұл үшін аса күрделі әдістер мен технологиялар қолданылды. Мидың электрлік белсенділігін көрсететін электроэнцефалография, ЭЭГ деректерін компьютерлік талдауға арналған сандық электроэнцефалография, жүрек пен ми арасындағы өзара байланысты көрсететін жүрек ырғағының өзгермелілігі, биоэнергетикалық өрістегі өзгерістерді бейнелейтін газ разрядты визуализация. Біз көптеген қатысушылардың миын семинарға дейін және кейін сканерледік, ал кейбірінің миын тікелей сабақ үстінде тексердік. Мақсат, мен жүргізген медитациялар кезінде нейрофизиологиялық өзгерістердің нақты уақыт режимінде байқалама жоқ па, соны көру еді. Бұл семинар нағыз ғажайыпқа толы болды. Паркинсон ауруымен ауырған бір адамның дірілі толықтай тоқтады. Бас миына зақым келген тағы бір қатысушы айығып шықты. Ми мен денедегі ісіктері бар адамдар ісіктің жоғалып кеткенін байқады. Көп жылдан бері созылмалы буын ауруымен қиналған жандар алғаш рет жеңілдік сезінді. Ал бұл болған өзгерістердің тек бір бөлігі ғана. Сол ерекше семинарда біз өзгерістерді ғылыми тұрғыда нақты тіркеп, қатысушылардың өздерін қалай сезінгенінде құжаттадық. Көргеніміз бен жазғанымыз тарих жасады. Кітаптың келесі беттерінде сен адамның не нәрсеге қабілетті екенін көресің. Мен қарапайым адамдардың қалайша таңғаларлық істерге қол жеткізгенін баяндап беремін. Мен бұл мастер-классты әзірлегенде адамдарға тек ғылыми ақпарат беріп қана қоймай, сол білімді ең жоғары деңгейдегі жеке трансформацияға қалай қолдану керегінде үйретуді мақсат еттім. Негізінде ғылым қазіргі заманға мистиканың тілі. Мен байқадым, егер әңгіме діннің немесе көне рухани дәстүрлердің тілімен айтылса, тыңдармандар арасында жиі бөліну пайда болады. Ал мистикалық құбылыстарды ғылыми деректер арқылы түсіндіру адамдарды біріктіреді. Мен тағы бір маңызды жайтты аңғардым. Егер адамдарға трансформацияның ғылыми моделін, кванттық физиканың мүмкіндіктері теориясымен қоса, нейробиология, нейроэндокринология, эпигенетика, психонейроиммунология салаларындағы соңғы деректермен бірге түсіндіріп, оны тәжірибеде қолдануды үйретсең, олар шынымен өзгеріске қол жеткізе алады. Ал егер сол өзгерістерді өлшеп, деректерін көрсетсең, адам өз басынан өткен трансформацияның қалай іске асқанын жақсы түсінеді. Осылайша ол келесі өзгеріске де дайын болады. Адам өзін кіммін деп санайтынымен шын мәнінде кім екені, яғни шынайы болмысымен өз шындығын жаратушы құдіретті табиғатымен арасындағы алшақтықты жеңген сайын оның мүмкіндіктері кеңейе береді. Мен бұл тұжырымдаманы трансформация үшін ақпарат деп атадым. Ол менің жаңа құштарлығыма айналды.
Қазір мен онлайн форматта 7 сағаттық кіріспе интенсив жүргіземін және жылына әлемнің әр түкпірінде 9-10 3 күндік даму мастер-классын өткіземін. Сонымен қатар ғалымдар арнайы құралдармен қатысатын 5 күндік тереңдетілген семинарлар да бар. Онда ми, жүрек, энергетикалық көрсеткіштер нақты уақыт режимінде өлшенеді. Нәтижелер: адам сенгісіз. Ақыл ойды материяға айналдыру. Менің тереңдетілген мастер-класстарында байқалған таңғаларлық нәтижелер мен жиналған ғылыми деректер мені плацебо эффектісі туралы терең ойлануға жетеледі. Неліктен адамдар жай ғана бос таблетканы немесе кәдімгі физиологиялық ерітіндіні қабылдап сауып кетеді? Неліктен сырттағы бір нәрсеге деген сенім олардың жағдайын жақсартады? Сонда мен мынадай ойға келдім. Ал егер адамдар сырттағы нәрсеге емес, өздеріне сенсе ше? Егер олар ішкі күйін өзгерте алатынына, өздерін плацебо қабылдаған адамдай күйге жеткізе алатынына сенсе ше? Неге бізге таблетка немесе укол керек? Адамдарға плацебо эффектінің қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, соны өз бетімен жасауға үйретуге болмай ма? Яғни адамға плацебо сенің өзіңсің деп көрсетуге ше? Осы кітап дәл осы туралы. Мен оқырманды әр адамның табиғатынан ақ ғажайып жасауға қабілетті механизмдерге ие екенін түсінуге шақырамын. Мақсатым плацебо құбылысын жаңа ғылым арқылы құпиясынан арылту. Адамдар өз ішкі күйін, денсаулығын, сыртқы өмірін өзгерту өз қолында екенін ұқсын деймін. Я, бұл сенімге сыймайтындай естілуі мүмкін, бірақ кітаптың соңында мен мастер-класстарда жүргізілген зерттеулердің нақты нәтижелерін ұсынамын. Олар мұның шын мәнінде мүмкін екенін дәлелдейді. Егер соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз, пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Бұл кітаптың жалғасын тыңдағыңыз келсе, описание бөліміне, видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне сілтеме қалдыратын боламын. Махаббатпен, Перизат, Султан.